Бейбақ. Жалғасы, басы алдыңғы бөлімде. Достар, бұл бөлімде Балбаланың үшінші жолдасы Қалижанмен тағдыры қандай болады? Өлім аузында жатқан күйеуін тастап Қалижанға қосылып еді. Бақытты болар мекен, болмас бекен. Сол жайында білетін боласыздар. Ендеше каналға жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Қарасы бар, қасқасы бар, көмескісі, таптандысы бар дала жолдары таусылған ба? Ұшық үйірді шарлап келіп, бір ауылдың үстіне топ еткізеді. Осы біткен шығар деп, енді тыныс ала бергенде, екінші бетінен ирелеңдеп, тағы созылады. Қырға шығасың, еңіске құлайсың, батпаққа малтығып та қаласың. Әйткенмен тоқтамайсың. Жан ұшырып алға басасың. Діттеген жерің сонда да жеткізбей титықтатады. Адам өмірі де осыған ұқсайды. Сені бір межеге беттеткен қасқа жолың үзілген тұсында екіншісі жалғасады. Ол ұрпағың. Оның өз бағыты бар, өз еңісі, өз биігі бар. Әлімсақтан адам өз өмірінің тым ұзақ болғанын қалады. Бүлдіршіндер өсе берсе, ал үлкендер қартаймаса, жарық дүниеден жоғалмаса, олар бір-біріне алауыздықпен қарамаса, бір-бірін көзге түртпесе, жаныңды тоздырар күйік, өмірді өкістер мұңда кездеспесе, қандай рақат. Бірақ сол күйік, сол өксік тамырын тереңге жайып алдау. Енді балталасаң да жойылмайды. Алмаға түскен құрттай ірітіп-шірітіп, тып-типыл етеді. Балбала көксеңгірге иек артатын жолға қарап тұрып, өз өмірінің де іріп-шірігенін түсінді. Иә, енді ешкімге керек емес. Жұртта қалған жарамсыз ыдыстай. Жауынмен, желмен тот басады. Бораған құмның астында қалады. Із-түссіз жоғалды деген осы ғой. Құлағы шыңылдады. Көріңде өкіркір, Балбала, көріңде өкір. О, қарабет, о, найсап, неткен қатыгез, қарғыс. Аттан, жау шапты, аттан. Жүрегі қысып жіберді. Балбала ауа жетпегендей аузын арандай ашып, қора қабырғасына сүйенді. Одан арғысы есінде жоқ. Өз-өзіне келгенде жүрелеп отыр екен. Басы салбырап, тізесіне тиіпті. Бісмилля, тіпә, деді ол Калимаға тілін келтіріп. Сосын тағы да жерге үшті күрді. Ырым-жырымға сенбеуші еді, осы арада бірінші рет Тәңірге құлдық ұрды. Балбала ешқашан жеңілдім деп ойламаған. Қан майданды қақыратып шыққан батырдайын еңсесін тік ұстаған. Қалижанның жылы сөзі, тегеурінді қимылы есін шығарып, еркін билеген. Тастап кеткен соң көп ұзамай, тоқтамыстың қазасының хабары құлағына шалынғанда да өкіне қойған жоқ. Бәрі осылай болардай-ақ жайбырақат қалды. Тек алмас әскерден оралғанда ғана лып етпе түйсігі абыржытты. Өлі өзін табар деген. Басқаша шықты. Өзін құлақтан естігені, алмас үйленіпті. Тойын ауыл бірігіп жасапты. Бүгінде кенжесі баяғы шаңырақтың отын түтетіп жатқан көрінеді. Ақ көңіл адамдар алдына мал да салып беріпті. Иә, аңқылдаған ауыл адамдары көңілін тапсаң көл қылады. Оларға жылы жүз бер, сонда алатының асқар тау. Ал қарайсаң қатып қалады, шабынсаң тартып жібереді. Мұндайда еңсеңді көтере алмай, жүн боласың. Өмір өз дегенмен жүріп жатты. Жаңа ел жайбырақат сыңай танытты. Қалижан бұрынғыдай дүкенші, Балбала үйде. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Ыстық суықтары басылысымен ері гөй-гөйге бастайтынды шығарды. Бармақ басты көз қысымен түскен ақша араққа жұмсалды. Балбала әуелгіде бұған онша мән берген жоқ. Қонақ келсе шашылып салады. Осындайда Қалижан да сілтейді дейсің. Ертеңінде татпауға уәде етеді. Кешкісін ләйліп келеді. Ырыс қаша бастады. Мал теңгеге айналып, құлқыннан әрі өтті. Дүние мүлік саудаға түсті. Екінші жылы ерінің мойнына пәленбай мың сом мінді. Жылу жиналып, арда жанда шүберекке түйілді. Маңдайына тиді ғой, осыдан кейін қояр деген. Қалижан үдеп шықты. Ес түсін білмейтіндей тойып, мұны таяққа сан жықты. Сондағы бар сылтауы, тұқымымды тұздай құртуды ойлайсың, бала таппайсың. Басқа түссе баспақшыл,
Балбала беттің арын бестейіп, дәргерлерді адақтады. Олар енді ұрпақ болмайтынын айтып, түсіндірумен қаратер болды. Қосылғандарына 3-ші жылға айналғанда, Қалижан үйге қонудан қалды. Өсек аяңнан естиді. Ана жесірдікінде түнепті, мына жесірмен әмпей-жәмпей. Бірде шыдамады. Көзі кіртиіп, аузынан сілекей ағып отырған күйеуіне шаңқ етті. «Әй, осы сені не әбілет басып жүр? Басымызды ашып алайықшы, не бірігіп үйге айналайық, не түзге тарасайық». Мұны естігенде Қалижан алға шыржиды. Сосын қатуланды. «Сен басқа біреу таптың ба, а?» Таппай, кіндігіміз бір емес қой. Салдақы, күйеуі ұрмақ болып ұмтылғанымен орнынан көтеріле алмады. Әңгіме ертеңінде қайта жалғасты. Ұйықтап тұрған Қалижан бұл шақта тың еді. «Қалижан, тыңдашы», деді балбала таңертеңгілік шай үстінде. «Саған не болған? Айтып өлтірші». «Нені?» Күйеуі кесесін столға қоя салды. «Не айтайын?» «Біздің осымыз не? Не өліде жоқ, не тіріде жоқ біз. Елден ұятта. Көшеге шықсаң көзіңді жерден көтермейсің. Саған көтер деген біреу бар ма? Түкірдім еліңе». «Қойшы, Қалижан, бала емеспіз, шаға емеспіз. Оның мен не айтпақсың? Мен әйелің, сен ерімсің. Білмеймін, білмеймін. Нені? Екеуміздің елі зайыпты екенімізге шүбәм бар». «Оның тағы нең?» «Ол ма? Ол сол». Балбала шошынды. Мұнау неге меңзеп барады? Қалижан үшін емес пе бәрін талақ еткені? Енді бірдеңен қалып беді? Бірдеңе? Иә, болса тез әкелші, кеуіп барамын. Әңгімеңді сосын жалғастырамыз. Әйелдің қол аяғы дірдір етті. Жүрегі де аунап-аунап түсті. Сосын қысып жіберді. Балбала аузымен ауа қармады. Әлден соң бәрі қалпына келгендей. «Бармай еді ол итің, әкелсейші». Күйеуі ақырып қалғанда орнынан қалай тұрғанын байқамады. Бір шыны қызыл қолына тигенде Қалижан итше ыр-ыр етті. Тығынын тісімен жұлып тастап, ыдысқа да құймастан аузына тосты. Содан кейін қылқ-қылқ жұта бастады. Езуінен төгіліп, өңіріне тамған тамшыларға да мән беретін емес. Ол арақты тауысып, шынын аласа столдың астына ытқызып жібергенде ғана деді терең тыныстап. «Ту, көзім шырадай ашылды ғой. Енді тыңдауға болады». «Иә, құлағым сенде». Балбала жүрексінді. Аузына бірдеңе тисе, құтырған иттей бағжаңдап шыға келетін неме? «Неге үндемейсің? Айта бер. Мен де осы әңгімеңді күтіп жүргенмін». «Жоқ, сапсау, бұған не дауа?» «Қалижан, айналайын», деді балбала жыламсырай. «Әкем, күнің болайын. Осы арақты қойшы». «Әй, тоқта». Күйеуі сайқалдана жымиып, басын шайқады. «Сенің айтпағың бұл емес, басқа тұғын. Тілейтінім осы ғана». «Жоқ, аспан ашық, күн жарықта адаспа. Әлде жолға салып жіберейін бе, ә?» Балбала өзін өзі бекітті. Қорыққанын білдірмеуге тырысып, тамағын кенеді. «Жарайды, айтайын. Менің ойымша, біз ел бола алмайтын сияқтымыз». «Дұрыс. Не онда жоқ, не мұнда жоқ, осымыз не өмір. Мен саған сеніп едім. Елімді, жұртымды тастап, етегінен ұстағаным да содан». «Оныңа өкінесің бе?» Сөзін білген күйеуіне жақтырмай қараған балбала енді белді бекен болды. «Өкінемін. Өкінбек түгіл саған кездестірген тәңірді қарғаймын». Қалижан мырс етті. «Ендеше неге өзің жабыстың?» Мен алдандым. Көйлегіңді өзің түрген едің ғой». Балбала солқылдап жылап жіберді. Мен. Солай ма? Жарайды. Тыңда, ендігі сөз менікі болмақ». Қалижан қолмен сипаланып шыныны тауып алды да, көзіне тосты. Тамшы қалмапты. Соған ызаланып, онысын есік жаққа бірақ атты. «Ол кезде сен қызыл едің. Қызылға қыран қашанда өш. Мен де өшіктім. Ауру шалдың бауырынан қызғандым. Шырыныңды сорғым келді. Дегеніме жеттім де. Қазір сен сұрсың. Қан сөлсіз өлісің. Ал өлімдікке қыран қонбайды. Естисің бе? Қонбайды. Иісінен қашат. Бездім сенен». «Қалижан, бедеу қатын кімге дәру? Шүкір, әйелім бар, балаларым бар, қубас емеспін. Ораламын соларға». «Шынымен бе? Ал сен қара бетсің.
Оқыранға ергенше етегіңе ие болсаңшы, кәрі қаншық. Кет, оралма аяғыма. Қалижан орнынан атып тұрды да, жолына жығылған балбаланы теуіп жіберіп, есіктен шыға жөнелді. Содан қайтып оралған жоқ. Балбала жолға қарады. Қара шалынбайды. Не шаң, не тіршілік нышаны жоқ. Әріде де, беріде де дала төсін тіліп жатқан иір шолақ қана. Ол орнынан созалаңдай көтерілді. Аяқтары үйіп қалыпты. Ауырсынып ұзақ тұрды. Әлден уақыттан соң барып тізесі тызылдап, жан кірген нышан байқалды. Үйге келгенде келінімен көрші әйел ауыздары жабыса, әлденелерді соғып жатыр екен. Мұны көріп тына қалысты. Жақтырмағандай ала көздерін қадасты. Балбала бірден түсінді. Мұны өсектегендер анық. Мейлі, жақтары қарыспаса соға берсін. Өзіне бөлінген бөлмеге өткенде бол, мүлдем әлсіз болатын. Тістеніп төсегіне жетті де, буын-буынын бекіте алмай құлай берді. Тағатсыздана күткен Мақаш ертеңінде түс ауа жетті. «Ия балам, ел аман бекен?» деп сұрады балбала, жігіттің кешіккеніне абыржып. «Аман, апа, аман. Гүлданның қол-аяғы балғадай, немерелеріңіз, күйеу балаңыз да есен сау. Сәлем айтып жатыр». «Сәлем айтып жатыр деймісің?» «Ия, апа, ия. Тек күйеу балаңыз шөп тиелген тіркемеден...» «Астапыралла». «Ия, тіркемеден құлап қолын сындырып алыпты. Бірақ қауіпті емес. Жақында айнаға түсірген екен, бәрі ойдағыдай деп тауыпты дәрігерлер». «Ойпырмая?» «Ештең етпес, гипсін алыпты ғой». Бейнетте. Сосын, айтпақшы дайын, Кенжетай атты бір балаңыз келін әкелуге дайындалып жүрген көрінеді». «Кенжетай? Қатшаның кенжесі ше?» Ол да ержетті, ә? Алмаспен жасты деп естідім». «Алда, тәңір-ай. Ия, қашан түсіретін болыпты? Дәл уақытын білмедім». Айналайын-ай. Барым осы». Балбала жігіт сәлеміне қанағаттанбағандай кетуге айналған Мақаштың қолынан ұстай алды. «Алмас ше, мұның жағдайы қалай екен?» «Алмас, Гүлдан ол туралы ештеңе айтқан жоқ». «Онысы несі екен, ә?» «Қайдам». «Сонда жалпы жұрт не айтады?» «Білмедім, апа, түк естімедім. Машинам бұзылып, есім шықты ғой». «Алда, айналайын-ай». Мақаш қолын тартқан еді, балбала босатпады. Жанары жасаурап, әлдене күтіп тұр. «Мен қайтайын, апа». Қазір. Ойыма түспей тұрған қараш. Енді ол жаққа қашан барасың?» «Арғы күні». «Мен ала кетесің бе, ә?» «Кабинаны аяйын ба, жүріңіз». «Рахмет, айналайын, рахмет». Енді балбаладан маза кетті. Үйге кіріп, бір кер киімдерін сандықшадан шығарды да киінді. Айна алдында ұзақ тұрды. Байқайды, қартаюға да бет түзептау. 30-40-да қып-қызыл гүлдей еді. Әлде сәнді өмірдің шарапаты ма? Әлде уайымсыз шақтың еншісі ме? Әйтеуір екі бетің ұшында қызыл ойнап, қарғаунаған қыр түлкісіндей құлпырып жүретін. Бұлтыңдаған бөксе, кеудені керіп тұратын қос анар, қарағанын қағып түсетін ойнақы жанар, бәрі келестетін. Жиын тойларда еркек көзі өзіне жетіп жығылып жатқанда, мәртебесі көтеріліп қалушы еді. Қазір ше, анары жайла жығылыпты. Жанарында мұң бар. Бөксе де олпы-солпы, көйлекті шіреп тұрмайды. Көйлек демекші, осы көйлектер денесіне қонбайдақ. Мына бір баданадай қызыл гүлдісін мәртебелі отырыстарға жиі киетін. Ол от шарпыған бетіне алау шашып, онсыз да сұлу кейіпті нұрландырып жіберетін. Бүгінде бәрі бөлек, қаны қашқан жүз нәрсіз шөлдей солған. Оған ақ шалған шаш қосылғанда, ол көзін жұмды. Айнаға қайта қарауға қорықты. Етінен арыған денені дағы көргісі келмеді. Әлдекім мазақ қылатындай. Шынында біреу қарап тұрған жоқ бекен. Жасқана көзін ашып, жан-жағына алақтады. Әбүйір бергенде жалғыз тұр. Қартаюға бет түзеппін деймін. Шын мәнінде, менен өткен кәрі, менен бейбақ жан жоқ шығар, деп түйді ішінен. Сосын қайтадан айнаға бұрылды. Бұрынғы жылдарда көз айналасында жіңішке сызықтар ғана бар еді. Олар баттиған әжімдерге айналыпты. Маңдайында соқы көрген жердей айқыш-ұйқыш. Тіпті қарауға қорқасың. Терең қыртыстар жұтып қоярдай. Жұмыртқадай аппақ жүздің өзі жүдегеннен бе, жоқ болмаса уайымнан ба, сәл құбылса кемсеңдеген баланың бетіндей тыртыса қалады.
Ойланса, балбаланың дәурені өтіп кетіпті. Ол қызылгүлді көйлекті жалмажан шешіп, сонадай жерге лақтырып жіберді. Содан кейін күнделікті шыт көйлегін киіп, сүлесоқ күйде сандықшаның бұрышында жатқан ақшаға қолын созды. Тура 100 сомды санап алып, сыртқа беттеді. Ойы дүкенге соғып, әлдекімдерге шашу, әлдекімдерге базарлық алу. Сенекке шыққанда Райхан одырая қарады. Бір жаққа жиналдыңыз ба? Дүкенге барып қайтайын деп. Онда не бар екен? Кенжетай үйленетін болыпты. Соған шашу алсам. Сонда сіз Алғабасқа бармақшысыз ба? Енді қанша айтқан мен. Келіні долдана орнынан атып тұрды. Осы тайраңдағаның да жетті ғой. Ел онсыз да артын ашып күліп жүр. Барсаң жүндей түтіп қайтарады. Өзіңді де, бізді де ұятқа қалдырмай, отырсаңшы омалып. Райхан жанау, енді. Жетер, осыдан қадам атта. Осы үйде не сен, не мен тұрамын. Балбаланың көңілі жаси қалған еді. Шаң-шұңды құлағы шалған ізбасар келіп, араға келікті. Тағы не боп қалды? Мұна шешең айт, шошаңдамасын. Ей, тіліңді тарта сөйлесейш. Тартпаймын, ал тартпадым. Не істей қоймақсың сонда? Әй! Әп солай ма? Ендеше мені тыңда. Шешеңді елдің атарға оғы жоқ. Қолдарында күш тұрса, екі шайнап, бір жұтарларын өзіңде білесің. Олай болса, шошаңдамасын. Осы үшін күніне 1000 өліп, 1000 тірілгенімізде жетер. Балбала мұна тегеурінге шыдай алмай, қолындағы сөмкені жерге тастай берген еді, олы шапшаң қимылдап, қайтадан ұсынды. Апа, бұл көкбетті тыңдап қайтесіз. Әзірше мен тірімін ғой, бетіңізден қайтпаңыз. Осы арада ағыл-тегіл жылағысы келді. Буын-буыны дірілдеп, жан дүниесі езілді. Бірақ жылай алмады. Шарадағы жасмыз болып қатып қалғандай шығар емес. Ол үлбіп басып аулаға шықты да, жауырыны бүкшейіп дүкенге беттеді. Ойы әлем тапырық. Бірі келіп, бірі кетіп, сапырлысып жатқан небір әлеметтер еңсесін езе түседі. Балбала соларға өлікпен қарсы тұрады. Жоқ, бару керек, дейді ішінен. Ертең кім бар, кім жоқ, өтейін алдарынан. Кешірсе, кешірер, кешірмесе, оны көрейін. Бәрібір ел үшін өлгендердің сапындамын ғой. Азар болса, көрге тығылармын. Өлім бәрін жуар. Дүкен ішінде екі әйел тұр екен. Олар мұны көргенде аңтарылып қалды. Сізге не керек, деді әлден уақытта, сәкінің арғы басындағысы жақтырмағандай даусын көтере сөйлеп. Жақсы кәмпиттерің болса, айналайын. Көзіңіз бар ма? Қараңыз. Бәрі алдыңызда. Біз ештеңе тықпаймыз. Көріп тұрмын, айналайын, көріп тұрмын. Ендеше тезірек айта қойыңыз. Қазір айналайын, қазір. Балбала көзімен алдын шолды. Көңіліне алғандары көрінбейді. Уақытым жоқ, болыңыз, деді әйел дүгерлеп. Әрқайсынан өзің өлшей қойшы, айналайын. Дүкенші әйел бір қалбырды алып, кәмпиттердің әр түрінен сала бастады. Қимылы ошар. Итке сүйек тастағандай, осындағысын тарс-тұрс лақтырады. Он келі, жетеме? Деді сосын таразының тіліне де қарамастан. Жетет, айналайын, жетеді. Тағы не аласыз? Кездеме болса. Қайсыстан аласыз, қанша метр? Балбала састы. Шағын ғана дүкеннің оң жағына орналасқан кездемеге жақындай бере саусағын әнтек шошайтты. Мынадан 3 метр, мынадан да сондай. Дүкенше метрлікті құлаштай айналдырып, айтқандарын балбаланың алдына лақтырып тастады да, есеп шотты қағып жіберіп. Ақшаңыз бар меді? 60 сом, деді. Балбала алғандарын жылдамдатып сөмкесіне тықты. Ойы тезірек есеп айырысып, жоғалу. Дүкенші әйел ісі ақшаға түскенде, әлгіндегіде асықпады. Саусағының ұшын жалап қойып, мипаздап санады. Көңілдегісі шыққанда, езуінің ұшында жымысқы күлкіде тұрды. Сыртқа беттегенде екі әйелдің сыбыры құлағына шалынды. Бұл кім? Бір бейбақ. Жер жиһанды құртқан балбала осы екен ғой. Дәл өзі. Балбала үйіне қарай безектей жөнелді. Достар, осымен әңгіменің екінші бөлімінде тамам. Алдағы бөлімде балбала өзінің баяғы ауылы Алғабасқа жол тартатын болады. Онда кенже ұлы Алмас тұрады. Алмас анасын кешірер мекен? Ел не істер екен? Соңғы 3-ші бөлімде білетін боласыздар. Ендеше мен
соңғы бөлімді де көп кешіктірмей сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бүгінгі әңгімеден қандай да бір ой түйген болсаңыздар, комментарийге өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.